Созылу жаттығуларын істемес бұрын денені қыздырып алу керек. Бірінші жаттығуымызда оң жақ аяғымызды бүгіп, сол жақ аяғымызды созамыз. Әр жаттығуды екі жақ бағытта 15 секундтан 2-3 рет қайталаңыз. Келесі созылу жаттығу тепе-теңдікті сақтауға арналған. Тіземізді бүгіп өзімізге тартамыз. Тепе-теңдікті ұстауды ұмытпаймыз. Аяғымызды бүгіп 90 градуста көтереміз де сыртқа қарай айналдырамыз. Тепе-теңдікті сақтауға тырысыңыз. Отырған қалпымызда аяғымыздың арасын ашып, бір аяғымызды бүгеміз де арқамызды тік ұстап, екінші аяғымызға қарай созыламыз. Келесі бағытта да дәл осылай жасаңыздар. Енді екі аяғымызды қосамыз да қолымызды жоғары көтеріп, алға қарай еңкейіп созыламыз. Егер арқанызды тік ұстай алмасаңыз, бұл жаттығуды қабырғаға тіреліп жасасаңыздар болады. Екі табанымызды алдымызда қосып, көбелек жаттығуын жасаймыз. Қолдарымызбен тіземізді басып тұрамыз. Келесі жаттығуда видеода көрсетілгендей аяғымыздың арасын ашып, бір аяғымызды бүгеміз де екінші аяғымызға қарама-қарсы қолмен арқаны тік ұстап созыламыз. Мысық жаттығуы. 4 аяқтап тұрып ішімізді тартамыз да басымызды төменге түсіріп, арқамызды жоғары қарай созамыз. Ішінізден 8-ге дейін санаңыз. Содан соң ақырын белімізді, арқамызды төменге қарай түсіреміз де басымызды жоғары көтереміз. Ішімізге жатып, қолымызбен кеудемізді көтеріп, артқа қарай созыламыз. Жаттығудан кейін арқанызды босаңсытып, денеңізді жеңілдету үшін бала позасын жасаңыз. Ол үшін жатқан қалпыңызда тізеңізді кеудеңізге жиып алып, екі қолыңызды аяғыңызға параллель бос ұстаңыз. Жаттығуымыз аяқталды. Біздің парақшаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар.